Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай заявка беру керек екенін көрсетемін. Қараңыздар, бұл неге кіреміз. Мысалы 21-ге заявка беріп көрсетемін қазір. Бұл товар, көк сан жазудың үстіне басасыз. Бұл ссылка деп атай беруге болады. Астында бірінші организаторды қарап алу керек. Бұл қандай организация? Біз қатысуға кеңес бермейтін организациялар бар, ақша төлемейтін. Солар болса лучше не стоит. Қатыспай-ақ қойыңдар. Ссылкаға өтеміз. Біздің тексеретін өзіміздің үш признак бар, біз қатыса алмайтын. Ол дейтін бірінші общее сведения. Так, общее сведения қарайсыздар. Мына жерде астында среди организация инвалидов болмау керек. Егер тұрса қатыса алмаймыз біз. Инвалидный организациялар қатыса алады. Лотыға өтеміз. Лотыға өткеннен кейін мына жерде изъятие из национального режима да деп тұрмау керек. Нет деп тұрса қатыса аламыз, да деп тұрса онда сіз производитель болу керексіз. Документация үшінші тексеретін пункт. Мына жерде астында разрешение первой категории, второй категории лицензия нет деп тұру керек. Да деп тұрса, также қатыса алмаймыз. Так, осы үш признак біз тексеру керекпіз. Үшеуін тексеріп алдық. Бұл енді қатысарды алдында емес, тендерді зерттеудің алдында тексеріледі. Өйткені сіздер тендерді зерттеп тауып алғаннан кейін барып тексерсеңіздер, егер бір признак шығатын болса, онда сенің уақыттарыңыз босқа кетті деген сөз. Одан толық жоқ уже. Бәрін қарап алғаннан кейін тексергеннен. Поэтому алдын ала тексеріп алыңдар. Доступны действие кіреміз. Жоғарында тұратын қараңдар. Общее сведения қайда кірмейін? По-любому жоғарында доступны действие деген ол өзгермейді. Ол бір жерде тұрады. Доступны действие создать заявку басамын. Міне создать заявку. Мына жерде ИП-ны аты шығып тұрады. И басасыңдар юр адрестің үстіне. Адрес таңдайсыңдар. ИХ-қа басасыңдар, счетты таңдайсыңдар. Мына жерде номер өзі басылмайды, оны таңдамайсыңдар. Далее өте бересіңдер. Адрес, счет и далее. Еш қиындығы жоқ, қайталанып кете беретін заттар ғой. Мына жерде міне қараңдар. Мына жерде неге добавлять ету керек? Кейбір кезде 2 лот болады, 3 лот болады. Сол кезде сен біреуін таңдап қатыса аласың. Мына жерде бізде 1 лот болғаннан кейін тек қана біреуін таңдай аламыз. Птички қоям, добавить выбранные. Добавить выбранные басқаннан кейін міне мына жерде лоты да тұрды да мында кетіп қалды ол. Енді астында далее деген бар, осыған басам. Далее. Так, мына жерде бізде тек қана обязателен деген басындағы екеуін толтырамыз. Өйткені астындағы екеуі ол біз бағана үшінші тексерген разрешение категории лицензии. Поэтому біріншісін, екіншісін тек қана толтырамыз. Біріншісіне кіреміз, көк сөздің үстінен басасыңдар. Он жақта сразу добавить дегенге өтеміз. Добавить, выберите тип, добавляем документы, басамыз ортасына, деньги с электронного кошелька. Сол жақта сохранить басамыз. Сохранить и назад. То сохранить еттің, все, назад бастың, вернуться заявку басастың и артқа өтесің. Так, астына түсіп, енді описание товары толтыру керек. Он жақты добавить дегенде басасыңдар. Мына жерде наименование товары любой әріп тастап кетуге болады. Мысалы, мен постоянно осылай бір әріп тастаймын. Завод-изготовитель тоже бір әріп тастауға болады. И страна происхождения любой ел, только Қазақстан емес. Россия, Қытай екеуін біреуін таңдай бересіңдер. Енді неге бұл? Потому что бұл қаралынбайды, тексерілмейді. 3 жыл бойы осымен жасап келе жатыр. Өзіміз жасаймыз, ешқандай проблема, даже бір летте осының проблема болған жоқ. Постоянно Россия, Қытай, даже Қазақстан товарын апарсақ та негізі Россия таңдап жүрдік, страна происхождения. Завод-изготовитель любой әріп тастай бересіңдер, наименование тоже любой әріп тастай бересіңдер. И сохранить басасыңдар. Все, енді X-ті басып шығып кетесіңдер. Болды, вернуться заявку. Далее. Екеуі жасыл жанып тұр. Болды. Астына екеуін толтырмайсыңдар. Так, мына жерде міне цена, допустим, за единицу, штук, единица измерения. Мына жерде демпинговый разницаны түсіндіру ескертіп жатыр. Енді мына жерде айтып тұр, бағаны бергеннен кейін сендер өз бағаларыңды көрмей қаласыңдар дейді. Сондықтан да бағаларын дұрыстап қарап алыңдар берген алдында. Ввести ценовое предложение басамыз. Мына жерде укажите цену за единицу. То есть, мысалы, 1 миллион теңге тендеріне қатысып атсыңдар, анда 50 штук мышка, и за штуку бағасын сендер жазу керексіңдер. Ол өзі автоматтың портал общий суммасын шығарады. Миллионға қатысып отырмын деп 900 деп мына жерге жазбайсыңдар.
за единицу жазасыңдар. Допустим, мында замок зажигания 1 штук. Итак, за единицу 21 мың теңге беріп тұр. Егер мына жерде 2 штук болатын болса, мен 1 штугының бағасын жазам, ол автомат 2-ге көбейтеді де общий суммасын шығарады. Сондықтан да укажите цену за единицу деп. Мында, допустим, біз 20 мың деп қойдық. Бұл енді тек қана пример ретінде көрсетіліп жатыр. Негізі тендерді былай 1000 теңге түсіріп, 2000 теңге түсіріп ұта алмайсыңдар. Тендерде бағаны түсіреді. Именно еще ЗЦП-да бағаны құлатады. Так, бүйтіп қарап аласыңдар дұрыстап, 20 мыңды бердік деп. Так, сохранить. Ол дейтін, получается, бағаны көрмейсің ғой сен. И уайымдайтын болсаң, сохранить етіп қойыңа болады. И қарай аласың бағаны. Сондықтан 20 мыңды жаздық та, окты басамыз. Мына жерге жасылмен шығады бізде. Ваши ценовые предложения успешно приняты дейді. Енді бағаны бергеннен кейін подписать цену дегенде басасыңдар. То есть бірінші ввести ценовые предложения, бағаны жаздық. Теперь надо его подписать. Так, мына жерде ECP-ін таңдайсыңдар. Так, ECP-ін паролін жазамыз. ECP-мен қол қоямыз. Жасылмен қазір шығады. Ваша заявка успешно подписана дейді. Все. Енді далее басасыңдар. Далее басып, әлі берілген жоқ заявка. Астына түсіп, мына жерде әлі проект болып тұр. 2 галочка қол қойып, барып, подать заявкуды басып, вы согласны с указанной суммой деген жерге барып, даны басқаннан кейін бізде заявка беріледі. Тек қана осыны басқаннан кейін беріледі. Міне, болды. Проверка заявки деп тұрады, на самом деле уже сразу берілді. Все, к списку заявок мұнда тұрады өздері. Осылайша біз заявка береміз. Бұны қиын есеңіз жоқ, бұны қиындаттырмаңдар. Бәрі со временем. Это вопрос времени. Бір заявка бердің, 2 бердің, 3 бердің, 4 бердің. Солай уже кете береді заявка дейтін. Вообще қиналатын нәрсе емес, уайымдайтын да нәрсе емес. Хоть видеоны 100 рет қара. Егер заявка бергің келетін болса, желаниең болатын болса, сен бересің. Сондықтан да үйреніңдер, көріңдер, істеңдер. Осылай да үйреніп, өздерін үйреніп аласың. Вообще ЗЦП дейтін ол максимум 1-2 видео қарап үйреніп алатын негізі вид закупы ғой. Көрдіңдер ме? 2 тек қана, даже документ те жоқтар дейтін. Сондықтан да уайымдамаңдар.